Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай ерекше екі түрлі пирог дайындайтын боламыз. Яғни бір жағы ванильді, бір жағы шоколадты пирог. Өте жеңіл, қарапайым ингредиенттерден жасалады. Бұл арнада біз осындай түрлі тәтті тағамдар мен түрлі қарапайым тағамдардың рецепттерімен бөлісеміз. Сондықтан подписаться кнопкасы мен қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ал бұл тағамның рецебі описанияда жазылып тұр. Ең алдымен біз ыдысқа 3 жұмыртқамызды берілген мөлшердегі қантпен жақсылап тұрып, қантымыз ерігенше венчикпен не болмаса вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Осы араласқан массамызға біз ингредиентте берілген мөлшердегі сүтпен және сұйық майды қосып, олар әбден қантпен жұмыртқалы массамен араласқанша жақсылап араластырамыз. Кейін араластырып алғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұн мен разрыхителді қосып, біртіндеп қоса отырып, жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша, яғни түйіршіктер сөз массаға айналғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осындай масса пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Кейін араластырып алған қамырымызды екі бөлікке теңдей етіп бөліп аламыз. Бөліп алған массамыздың бір бөлігін жеке алып қоямыз. Екінші бөлігіне 3 ас қасық какао мен 3 ас қасық су араласқан массамызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни қамырымызбен жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай шоколадты қамыр пайда болуы керек. Осы пайда болған қамырымызға біз тағы да 2 ас қасық су қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, біркелкі масса болғаннан кейін біз арнайы формамызға пергамент төселген ортасына стақан қойып, екі массамызды екі жақ шетінен құятын, бірдей етіп құятын боламыз. Яғни видеодағыдай етіп құйып аламыз. Осы құйып алған массамызды 180 градуста 20-30 минут пісіретін боламыз. Яғни беті піскенше духовкаларыңызға қарай пісіріп аласыздар. Міне осындай өте керемет, өте оңай, жеңіл пирог дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Сіздерге ас болсын. Лайк басуды ұмытпаңыздар.